أهلا وسهلا. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Тал бесіктен тау бесікке дейін ілім ізден демекші, біз сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың басында бүгін алып өтетін тақырыптарға кішігірім тоқтала кетсек. Алиф-лам артиклі, я-ун насаб және де жіктеу есімдіктерінің тәуелдік жалғаулары. Айта кеткенімізде алғашқы алып өтетін тақырыбымыз алиф-лам артиклі. Алиф-лам артиклі дегеніміз қарапайым сөздің басында жалғанатын алиф және лам әріптері. Араб тілінде есім сөздер қолданылуына қаратай белгілі немесе белгісіз халде қолданылады. Ол дегеніміз мысалы бәйт сөзін алып қарастыратын болсақ, бәйт дегеніміз үй, кез келген үй. Ал енді осы кез келген үй дегенге әл артиклін қосатын болсақ, яғни әл бәйт, онда белгілі үй болады. Мысалы алямун, тура солай алямун, яғни жалау. Осы жалау деген сөзге артиклді жалғайтын болсақ, әл аляму, онда белгілі жалау. Мысалы Қазақстан жалауы. Алиф-лам артиклін алып болғаннан кейін біз алфавитті екіге бөліп қарастырамыз. Әш-шәмсия, әл-қамария. Яғни күндік, айлық. Бұл дегеніміз осы әріптердің біреуімен араб тілінде сөз жасалынатын болса, және де оған алиф-лам артиклі қосылатын болса, ол сөзді біз қалай оқимыз? Мысалы алып кетейік. Мысалы әл-қамария мысалына әл-қамар сөзін жазайық артиклмен. Яғни біз қамар сөзіне алиф-ламды жалғай салдық. Әл-қамару. Ешқандай өзгеріс жоқ. Тура солай мысалы айнап сөзіне, яғни жүзім сөзіне артикль жалғайтын болсақ, әл-айнап деп айтамыз. Айнап. Әл-айнап. Еш өзгеріс жоқ. Шәмсия тобындағы әріптерге мысалы. Мысалы, шәмс сөзін жазатын болсақ, артикльмен бізде әш-шәмс сөз шығады. Ол дегеніміз біз лыны жазамыз, алайда оқымаймыз. Демек бізде әш-шәмс болады. Және де әрдайым алғашқы әріпті екеу қылып оқимыз. Алғашқысы харакатсыз, яғни сукун деп айтсақ болады, келесі өз харакаты. Біздің жағдайда фатха. Және де екі шыны қойдың орнына біз шадда деген белгіні қоямыз. Сонда бізде әш-шәмс болады. Әш-шәмс. Тағы да бір мысал, Рахман сүресінің алғашқы аяты. Ар-Рахман. Ар-Рахман. Тура сол. Енді жасаймыз. Ланы оқымаймыз, алайда жазамыз. Және де раны екеу қылып оқимыз. Алғашқыры сукунмен, келесірі фатхамен. Сонда ар-рахман. استمع وكرر. تين التين، ثوب الثوب، دولار الدولار، ذبابة الذبابة، ريال الريال، زيتون الزيتون، أسرة الأسرة، باب الباب، جبن الجبن، حاسوب الحاسوب، خريطة الخريطة، علم العلم.
Құрметті достар, естеріңізде болса, өткен сабақта біз жіктеу есімдіктерінің жекеше түрлерін алған болатынбыз. Яғни мен, сен, ол деген секілді. Бұл сабақта біз солардың тәуелді жалғауларын алатын боламыз. Яғни мен, менікі, сен, сенікі деген секілді. Мысалы, әна дегеніміз жіктеу есімдігі, жалғауы, тәуелді жалғауы. Мысалы, мен кітабым деген, яғни кітап менікі деген китаби. Бұл жерде жалғауымыз яғни менің кітабым. Келесі мысал, әнта, яғни сен. Сенің кітабың дегеніміз китабука. Жалғау бұл жерде кәф. Келесі мысалымыз, сен әйел адамға, яғни китабуки. Яғни сенің кітабың. Келесі хуа, яғни ол. Демек, кітап оныкі дегеніміз китабуху. Кітап оныкі. Келесі мысал хия, яғни ол әйел адам. Ол әйел адамның кітабы китабуха. Ол әйел адамның кітабы китабуха. Құрметті достар, тақырып жақсырақ түсінікті болу үшін біраз жаттығу алып өтейік. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Суретте байқасаңыздар, алғашқысы мысал. Исми Адил. Демек, менің есімім Әділ. Бұл жерде тәуелді жалғауы әрпі. Басқаша әна Адил деп айта аламыз. Әна Адил. Мен Әділ. Келесі мысалымыз Исмуху Сәлим. Оның есімі Сәлим. Бұл жерде де тәуелді жалғауы басқаша хуа сәлимун деп айтамыз. Келесі мысалымыз Исмука Махмудун. Есімің Махмуд. Басқаша бұл жерде де тәуелді жалғауы кәф әрпі. Басқаша әнта Махмудун деп айтамыз. Әр қаратай достар, әйел тегіне мысал. Исмуха Салиха. Ол қыздың есімі Салиха. Бұл жерде тәуелді жалғауы басқаша қалай айтамыз? Хия Салиха. Ол қыз Салиха. Келесі мысалымыз Исми Карима. Есімім Карима. Бұл жерде де тәуелді жалғауы басқаша әна Карима деп айтамыз. Мен Карима. Келесі мысалымыз Исмуки Мариям. Яғни есімің Мариям. Бұл жерде де тәуелді жалғауы кәф, басқаша әнти Мариям деп айтамыз. Келесі алып өтетін тақырыбымыз яун-насаб. Яун-насаб дегеніміз кісінің шыққан жерін, тегін және ұлтын білдіріп отыратын әрпі. Мысалы, мен қазақпын деген әна казахиюн. Осы жердегі әрпі ұлтты білдіріп отыр. Келесі мысал Бұхара. Білеміз, Бұхара қаласынан ислам әлемінде өте атақты ғалым Имам Бұхари шыққан. Мысалы Бұхари. Бұл жердегі әрпі байқасақ жерді білдіріп отыр. Келесі мысалымыз Құрайш. Құрайш дегеніміз ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям руы. Мысалы, мен Құрайштықпын деген әна Құрайши. Құрайшиюн. Бұл деген сөз, бұл жердегі бізде тегін білдіріп отыр. Құрметті достар, алдыңғы сабақтарда диалогтың маңыздылығын айта кеткен болатынбыз. Сол себепті де бұдан былай сабақтарда диалог ұсынып отырамыз. Себебі диалог сіздердің араб тілінде тез сөйлеп кетулеріңізге көмектеседі. Оған маған көмектесетін Темірбал атты роботымыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Кайфа халука? بخير والحمد لله. أنا اسمي بغلان وأنت ما اسمك؟ اسمي علي. من أين أنت يا قاسم؟ أنا من كازاخستان وأنت ما جنسيتك؟ أنا سعودي. تشرفنا بك. إلى اللقاء. مع السلامة.
Бұл диалогтың қазақша және арабша нұсқасын үй тапсырмасымен бірге видео астындағы сілтеме арқылы таба аласыздар. Ол диалогты достарыңызбен бірге көп қайталаңыздар. Бүгін алып өтетін тақырыптар топтамасы осы. Жаттау керек сөздерді және де үй тапсырмасын әдеттегідей сілтеме арқылы таба аласыздар. Келесі сабақтарымызда алғашқы көрушілерден болғыңыз келсе, ВКонтакте желісіндегі білім қайнары тобына тіркеліңіздер. Және де дәстүрлі ислам дінін насихаттап жүрген серіктес топтарымыз Муфтият KZ және де Уммит KZ топтарына да тіркеліңіздер. Келесі сабақтарымызда жүздескенше қош аман, сау болыңыздар.